Сәлеметсіздер ме? Сіздердің менің 7 күндік курсымды аяғына дейін тыңдап, соңына дейін корей тілін оқуға кіріскендеріңіз үшін көп рахмет айтамын. Сіздер ең соңғы қадамның алдында тұрсыздар. Бүгін бізде 7-ші күн. 7-ші күнде біз әрине сөзді жаттадық, грамматиканы жаттадық, лексиканы жаттадық, әріптердің барлығын үйреніп алдық. Енді 7-ші күнде біз тіл және мәдениетті үйренетін боламыз. Тілді үйренген кезде әрине әр өз елдің мәдениеті болады. Біздегі секілді корей тілінде де сіз деген сияқты алғыс білдіру, сәлемдесу деген сияқты кездерде сыпайылықты өте сақтайды, үлкендерге құрмет, кішіге ізет сақтайды. Сондықтан мен сіздерге бүгін жай ғана рахмет дегеннің орнына мысалы жақсы алғыс білдіру деген сияқты үйреткім келеді. Бүгін бізде алғыс білдірудің жақсы түрлерін айтатын болсам, ол кома ойы, яғни мен сіздерге әрқашанда бейресми сыпайы түрін үйретіп жатырмын. Өйткені біздің уақытымыз өте тығыз, аз, сондықтан мен сіздерге осындай қарапайым бейресми сыпайы түрін үйретіп жатырмын. Ол бірінші, мысалы, алғыс білдіргіңіз келетін болса, онда кома ойы, яғни рахмет деген сияқты қолдануға болады. Бірақ та жай ғана сол рахмет деген соны ғана айтудың орнына, соны айтып, одан кейін тағы да жалғастырсаңыз болады. Мысалы, сізге бір затты беріп жатса, онда 고마워요, 잘 쓸게요, яғни көп рахмет, жақсы қолданатын боламын деген сияқты. Немесе егер де сізге біреу тамақ дайындап берсе өз қолынан, немесе тамақ сатып алып берсе, онда 고마워요, 잘 먹을게요, яғни рахмет саған, қуана тамақтанатын боламын, қуана асты ішетін боламын деген сияқты айту үшін осы сөздерді қолданатын боламыз. Енді келесі кәрістерде сондай бір қарапайымдылық бар, яғни жаңағындай, мысалы, адамдармен өзіне араласқан кезде өздеріңіз байқайсыздар, қарапайымдылықты өте қатты сақтайды. Мысалы, сіз егер сыйлық беріп жатырсаңыз, қуантсаңыз кәрістерге, олар жаңағындай сыйлық берсе, немесе бір болады ғой, көмектесіп жібереді сізге. Жаңағындай біреуге звондаған кезде біреу сізге кәрістер көмектесіп жүрген сіз ой рахмет деп алғыс білдіріп жатсаңыз, олар ание요 деп жаңағындай ештеңе де болған жоқ қой, қоя берші деген сияқты сондай қарапайымдылықтарын сақтайды. Одан кейін ода 주었어요, және де мысалы егер сыйлық беріп тұрса айтасыз ғой, көп рахмет, жақсылап қолданатын боламын дейтін болсаңыз, 비싼 거 아니에요, қатты қымбат зат емес деген сияқты өздерінің қарапайымдылықтарын сақтайды. Және де бұл жақта сәлемдесу, 안녕하세요ны бәріміз білеміз. Бірақ та бұл жақта жақын егер кәрістермен араласып көрген болсаңыздар, өздеріңіз біліп отырған шығарсыздар. Жалпы жақын араласқан кезде олар сәлемдесудің қарапайым тілі ретінде олар мысалы жай 안녕하세요ның орнына 밥 먹었어? яғни достар бір-біріне 밥 먹었어? или мамасы бала шағасына деген сияқты тамақтандың ба деген сияқты сұрайды. или 어디가, қайда бара жатырсың? или 뭐가 나왔어? 뭐 하다 왔어? яғни не істеп келдің? Немесе 요새 뭐 하고 지내? яғни қазір күнделікті не істеп жатырсың, не істеп жүрсің, не жаңалық деген сияқты ғой жалпы. Одан кейін кәрістер де егер сізбен жақынырақ танысып, уже дос, жалпы одан кейін кәрістер сіздермен дос болғысы келетін болса, онда сіздерге кішкене личный сұрақтар қою мүмкін. Олардың мысалы 결혼했어요, яғни үйленгенсің ба, отбасың бар ма деген сияқты. Немесе жасыңызға байланысты 몇 살이에요, жасың қаншада деген сұрақ қою мүмкін. Немесе 어떻게 만났어요, 어떻게 만났어요, яғни мысалы бір досыңызды немесе жұбайыңызды қалай кездестіңдер, қалай таныстыңдар деген сияқты сұрақ. Егер сіз мысалы кәріске қойғыңыз келсе, онда 어떻게 만났어요 деп айтасыздар. Және де тағы да мысалы кәрістерге сондай досыңыз болып жатса, оларға жақынырақ танысу үшін 나중에 뭐 하고 싶어요? 나중에 뭐 하고 싶어요? яғни қандай жоспарларың бар деген сияқты. 한국어를 어떻게 배웠어요? 한국어를 어떻게 배웠어요? яғни кәріс тілін қалай үйрендің деген секілді сұрақтар. Одан кейін енді мысалы сіздер таныстыңыздар, әңгімені айттыңыздар, енді бірақ мысалы сол әңгімені жалғастырып немесе бітіру үшін сізге бір фразалар керек болады. Яғни мысалы шығарып салып тұрсаңыз, онда 도착하면 연락해요. 도착하면 연락해요. яғни жеткен кезде хабарлас деген сияқты. 더 만나요, 더 만나요, тағы да көріскенше деген. Немесе 나중에
밥 같이 먹어요. 나중에 밥 같이 먹어요. келесі кездескенде тамақ бірге тамақтанайық, келесі кездескенде бірге ужин ішейік деген сияқты айтқан кезде онда 나중에 밥 같이 먹어요. Одан кейін 맛있는 거 사줄게요. Мысалы, сіздер қоштасып тұрсаңыздар, о, келесіде мен саған күшті бір тамақ алып берейін, давай деген сияқты айтқан кезде 맛있는 거 사줄게요. Немесе мысалы кейде болады ғой, күшті сізді біреу қуантады, сол кезде рахмет ретінде мен саған тамақ алып берейін деген айтатын болса, онда 맛있는 게 사줄게요 дейді. Жалпы барлығында отбасы жалпы енді барлығында отбасылар бар, сондықтан бір отбасының адамдарын қалай айтатын болсақ, онни деген ол қыз баласы өзінің әпкесін онни деп айтады. Ал ұл бала өзінің әпкесі бар болса, нуна дейді. Егер қыз баласында ағасы болса, оппа дейді. Ұл баласы ағасы болса, хёң болады. Бізде енді мысалы әпке ол әпке, аға ол аға. Бірақ бұл жақта қыздың жағдайында әпкесін онни, ағасын оппа дейді. Ал егер ұлдың жағдайында әпкесін нона, ағасын хёң дейді. Ал егер мысалы өзіңнен кішкентай, мысалы інің немесе сіңлің болса, онда оны доңсең деп атайсың. Егер ол сіңлің, яғни қарындасың болса, бізде енді ұлдар қарындас деп айтады, ал қыздар сіңлім деп айтады ғой. Ал бұл жақта барлығы йо доңсең, яғни сіңлім бар деген сияқты. Ал інің бар болатын болса, екі жақта да нам доңсең деп атайды. Менің берген ақпараттарым сіздерге шынымен де көмектесті деген ниеттемін. Көмектессінші деген тілекте осындай курс жасаған болатынмын. Бұл курста әрине мен бүкіл корей тілінің ақпаратын, бүкіл корей тілінің сөздерін, грамматикасын кіріктіре алған жоқпын, бірақ сіздерге осы корей тілін ары қарай жалғастыруда, оқып бастауда сіздерге қарапайым формулалар мен қарапайым осы күнделікті қажет болатын заттарды, нәрселерді үйреттім деген ойдамын. Жалпы осы корей тілін оқып бастаған кезде әрине оны мен түсінемін, өзім де оқып көргендіктен қиын болуы мүмкін, шатасасың, кейде мысалы қанша жаттасаң да есіңнен шығып кетеді, сондай сияқты жағдайлар болады. Бірақ мен сіздерге қолдарыңызды тастамаңыздар, белдеріңізді бекем будыңыздар ма, онда ары қарай жалғастырып, әрқашан сол жақсы қалаған нәтижеңізге, мақсатыңызға жетуге тілектеспін. Бастысы нәрсе, мен алдыңғы сабақтарда айтып кеткендей, кішкене, бірақ жиі жасаңыз, күнде жасаңыз. Сонда сіз керемет нәтижеге жетесіз, міндетті түрде жетесіз. Ал сіздермен қоштасқым келмейді. Мен сіздерге сау бол демеймін. Әлі де менде курстар, неше түрлі сабақтар, корей тіліне пайдалы үйрену кезіндегі пайдалы нәрселерді мен бөлісемін. Сондықтан менің каналыма жазылып алыңыздар. Әрқашан қарап отырыңыздар. Сіздерге көп рахмет, және де молодцы, жарайсыздар деп айтқым келеді. Сау болыңыздар.